80-ші жылдары дәрігерлер қымызды емге көптеп пайдаланды. Алайда бұл фармацевтикаға үлкен соққы болды дейді ғалымдар. Осылайша қымызбен емдеуді доғару туралы шешім қабылданған. Ғылыми жұмыстарыма іздеп жүргенде архивтан бір материал алып шықтым да, қымызбен емдеуді тоқтату дегенде, себептер не дегенде, жаңа қымыздың эксперименті жасап көргенде жаз бойы қымыз ішкен адам қыстыгүн ауырмағаннан кейін ешқандай антибиотиктер немесе бір тұмауға қарсы дәрілер аптекада өтпеген. Сол кезде фармацевтика деген үлкен бизнес қой дамып жатқан. Сол бизнестің дамуына кедергі болады деп, шынымен қымызбен емдеуді түбегейлі емдеу процесінен алып тастаған. Саумал мен қымызды көп ішетін болса, үнемі күнделікті ішетін болса, ол адам ауырмайды. Ал ауырмаса, ол дәрі-дәрмек тұтынбайды. Дәрі-дәрмек тұтынбаса, ол сатылмайды, азаяды деген сөз ғой. Ал азайса, ол жаңағы компаниялардың қалтасынан ұрады деген. Биенің сүтін кішкентай нәресте де ашырқанбай ішеді.